қаныш жерді қараңдар. Ұлы халқымыз тамаша тарихи мүмкіндікті тұтастай пайдаланатынына сенемін дейді. Көрдің бе мына қитұрқы? Жалмауыз не дейді? Халық әбден жындығылып біткен. Міне, ата заңға қолын қойып, қазақтарды қырған. Жауыздар, сикімсіздер. Жүрегім айниды. Жүрегім айниды. Фу, кәпір. Кәпір, орыс құл. Қытай құл. Қытай құл. Сволыш, ит. Қара, екі диктатор қол ұстасып, судай тасып тұр. Халықты әбден қанап, қинап бітті. Сүйкімсіз, сорлы. Көрдің бе? Сионисттардың нәрселерімен айналысқан сионист. Наңғыра. Мына өзінше мына нені ашып. Ескерткішті. Керемет қызмет етем деді ғой. Ал қазақ елі деген мемлекет болмаған мен құрдым деді ғой. Көрдің бе? Патша. Жүрегім айниды ары қарай. Түсіргім де кетіп тұрған жоқ. Сол Назарбаев мектебін ашып, бірде-бір жерде бұл университет есептелмейді екен. Шетелдің университетінің қатарында жоқ. Ал мына мұражайы қара. Мына мұражайды түп тамырымен құртуымыз керек. Кісі өлтіретін, кісі өлтірушті тамырмен жойымыз керек. Қазақ елінен геноцид жасаған. Ал бұған не кірмей ме сонда адам? Өмірі? Тұра ма осылай қатып? Не үшін жасалған бұл? Сонша орын алып, қаншама үй қылып бөліп беруге болады халыққа. Кіретін есігі. Қалмақтың мұражайы ма? Қалмақтың мұражайы ма? Жоқ. Қалмақтың мұражайына қалай кірсем? Жоқ. Қалай кірем оған? Музей жоқ, қазір музей жоқ. Не жазбасын алып тастамайсыздар? Чего меня спрашиваете? Я на охране же. Иә. Ал кіммен байланысқа? Телефон беріңізші. Маңдайшасындағы жазуларды алып тастасын. Тұңғыш президент ана фотоның бәрін алып тастасын. Соған маған. Обед? Кімге қоңырау шалам? Обед 2:30 болды ғой. 2:30.